Қазір үлкен биікке баспалдақпен жаяу шығуға да болады. Біраз нәрселер көрдім. Яны қаңтар, януар. Испанияға келдім. Дәл осындай қалалар жасай аламыз. Жаңа жыл саяхатымыз Римнен басталды. Есеп беріп отырам. Екі этаж автобуста отырып, қазір Колизейге, Ватиканға барып шығармыз. Венеция площадь. Ватикан музейі. Адамдар Кремльдегі осындай кезек болушы еді кезінде, Ленинді көреміз деп. Жануарлардың. Үлкен өнері мрамор. Осыны ешқандай электричество жоқ, құралдар жоқ кезде қалай қашап жасады екен деп ойланасың. Осыншама дүниені жасаған не деген еңбекқор талантты халықтар деп ойлайсың. Негізгі бұны көзбен көрген жақсы да. Сен адам көзбен көріп, қолмен ұстаған кезде ғана тұшынасың да. Осынша дүниені жасауға қанша еңбек кететін. Европаның көптеген қалаларының экономикасы осы туристерден құралады. Мынау кілем. Кілемдер қандай суретті шеберлікпен салғаны. Ұзындығы бәленбай шақырым. Өнімдер же салғасы керек емес. Бәрі табынды мрамордан қашап жасалған дүниелер. Төбесі Сикстинский капелла. Үлкен тарих. Сүрге болмайды екен. Папа Римскийдің осы жерде мынау бау бақшасы, анау резиденциясы. Колизей. Осыны салып мынау жертөлесінен құлаған, қираған кезіндегі гладиаторлардың соғысын төбелестіріп, осында қызықтаған қанша кісі өлген. Қазір оны боксер деп айтады. Болмаса ережесі жекпе-жектер деп айтады. Мәдениеттеген түрі. Мынау Рим. Мысалы. Қалай ойлайсыңдар осылай? Жата береді көшеде. Мынау біздің саяхатқа апаратын кемеміз. Кеме болғанда кеме. Міне қаңтар айында осындай ауа райы. Сондықтан Европаның халқының тығыз орналасуы, осы жерде соғысында көп болуы осыдан ғой. Негізгі мен армандаймын, бүкіл қазақстандықтар әлемді түгел аралайтындай
жағдайға жетсе деп. Тек қана аралап қоймай, әлемдегі жағдайды өзіміздің Қазақстанда жасауға болады. Генуя, итальян Генуяға келдік. 8 ба 9 қалаға келіп тоқтаймыз. Сіздерге есеп беріп отырамыз. Архитектура. Бірде-бір джип көрген жоқпыз, шындығын айтайын. Римда, бүгін Генуяда жүріп. Ең бірінші Европаға шыққандағы көңіл күйім есімде 96-97 жылы. Бұл жақтағы адамдардың көңіл күйін, жағдайын, деңгейін көріп, көзімнен жасым ағып жылағаным есімде. Мына ғылым білім дамыған заманда басқа елдердің жүздеген жыл жеткен деңгейіне, былай айтқанда әлдеқайда 10 есе, 100 есе қысқа уақытта жетуге болады деп ойлаймын. Енді халық бірігіп өзінің даму сатысын, даму жолын тапса, қазір үлкен биікке баспалдақпен жаяу шығуға да болады, лифтімен де шығуға болады, солай ғой. Енді лифтімен шығу деген қазіргі замандағы заманның дамуындағы ең жоғарғы ғылыми жол меңгерсе, бүкіл халық болып, Европаның шыққан деңгейіне қысқа уақытта шығып жетуге болады деген сенімім мол менің. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен қазір көшеде халықты түсіріп жүрейін. Халықтың бұлай бет-әлпетіне қараңыздаршы. Жай бір рақаттық, бір өмірге ризашылық. Байқайсыздар ма? Түрлерінде бір қайғы, уайым, реніш жоқ. Солай ма? Ал. Әрбір мемлекеттің, әрбір халықтың өзінің артықшылығы болады ғой. Оны ғылымда SWOT анализ дейді. Strengths, weakness, opportunities, threats дейді. Яғни артықшылық жағы мен кемшілік жағы, сыртқы мүмкіншіліктер мен қауіптер деген. Шынайы қазақтың да өзінің артықшылығы бар, жерінің, мемлекеттің артықшылығы бар, өзінің кемшілігі бар. Сонан кейін сыртқы іздейтін мүмкіншіліктері бар, және де бір қауіптері бар. Нақты осы SWOT анализді дұрыстап жасайтын болса, біздің даму стратегиямызды жақсы халық болып, халықтың келісімімен жасап шығуға болады. Енді түсінікті, қазақтың ең басты артықшылығы ол кең байтақ жері. Сонан кейін халқы. Бірақ халықтың ділін, менталитет қой, ділі деген, сәл өзгертіп, халық болып, болашақтың қамын ойлап, қазіргі уақытымызға мәз болмай, неғұрлым Ахмет Байтұрсын айтқандай, ел бүгіншіл, менік ертең үшін деп, бәріміз тура Ахмет Байтұрсын сияқты ертең үшін, болашақ ұрпағымыз қайда барады, қалай өмір сүреді, басқа дамыған елдер қалай қайда кетіп бара жатыр, қандай мүмкіншіліктер бар, соны ойлайтын болсақ, әрине бізде кереметтей шанс бар. Не үйренуге болады, адам бір нәрсемен үнемі айналысса, шеберлігін қандай деңгейге жеткізуге болады.
алаш ардақтыларын жапондардың Мейджи жаңғырығы қатты толғандырған ғой. Өйткені жапондарда 1868 жылдары өздерінің басқа елдерден, әсіресе батыс елдерінен өте кейінге қалып қалғанын көріп, қатты қобалжыған, қатты ойланған. Біз егерде қазір өмір сүру салтымызды өзгертпесек, ғылым білімге қарай ұмтылмасақ, халық ретінде қалуымыз, аман қалуымыздың өте үлкен қаупі бар екен. Соның кейін ары қарай даму стратегиясын бірігіп ойланған екен. Қалай дамимыз? Қайтсек ел болып қаламыз? Қалай жаһандану заманында жұтылып кетпейміз деп. Сонда олардың ойланғанда түрлі даму стратегиясын, түрлі даму жолдарын ойланған. Біреуі де айтқан екен, біз жазуымызды өзгертуіміз керек. Мына біздің иероглифпен әлемдік мәдениетке біз ілесе алмаймыз деп. Екіншісі, тілімізді өзгертуіміз керек деген. Осылай түрлі жолдар іздеп, ақыры әлемді зерттей келе бәрінің ортақ келген шешімдері біз тек қана ұлттық патриоттық оятып, ұлттық тілімізді сақтап қалып, жазуымызды сақтап, мәдениетімізді сақтап, дамыған елдердің ғылым білімін зерттеп солай қарай ұмтылған кезде ғана, жанталасып жұмыс істеген кезде ғана біз әлемді қуып жетеміз деп. Ақыры сол стратегиясы жемісін беріп, айналдырған бір 20 шақты жылдың ішінде әлемді таңғалдыра алды. Сондықтан Әлихандар айтқан, біздің даму жолымыз тек қана сол жапон жолы. Сондықтан оларды жапоншылар жапонофил деп кезінде, жапонның тыңшылары деп, соларды ресейлік қанішерлер бәрін түрмеге тығып, көздерін жойған. Қазір енді Құдайға шүкір, ондай заман жоқ. Бізде сол жапонның сол кездегі стратегиясы, енді алаштың стратегиясы сол болған ғой, алаштың идеясы, идеологиясы. Сол ғана алып шығады. Генуя қаласы, Италия. Қараңыздар, біздегі бір қыркүйек сияқты. Адамдардың көңіл күйлері, жалпы тұрмыс деңгейі осы жерден көрінеді. Алла қаласа, Қазақстанда да дәл осындай жағдайға біз жетеміз. Біздің потенциалымыз керемет шындығында да. Неме деп ойлайсыздар осы? Негіз қазақта мақал бар ғой, атаңның баласы болма, адамның баласы бол деген. Жалпы Абай атамыздың сөзі, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Енді біздің ұлт осы әлем халықтарының ішіндегі ең запа шеккен, ең қасірет көп көрген ұлт. Өйткені ұлттың 3-тен 2-сіне жоқ кезінде қырылып кеткен. Соны 30 жыл, 32 жылдары. Енді біздің ұлт соның есесіне өзінің тарихтан алатын орнын алып, болашақ ұрпақ жақсы өмір сүруге қол жеткізуге тиіс деген сенім бәрімізде болуға тиіс. Және де әлемге шыққан әрбір қазақ сол әлемнен қандай жақсылық үйреніп, қандай жетістік көріп, соны елімізге қалай енгізсек деген оймен шықса керемет болар еді. Әрине, демалған жақсы, демалам деп емес, көрем, үйренем, соны еліме әкелем деп. Мен шетелге шыққан сайын осы ойлар мені көп мазалайды. Біраз нәрселер көрдім, біраз нәрселер үйрендім, әрбір шыққан сайын ой түйіп қайттым. Яны қаңқар, мынау бассейн.
саяхат, шексіз шексіз мұхит. Жерорта теңізі, күнгі сағат 2 толқындармен шайқалып келе жатыр. Атып келе жатыр. Шетсіз шексіз теңіз. Осындай дүниені жасаған адамдар осындай корабльді жасап, еңбек қой, еңбек па, еңбек. Мен армандаймын, көбірек қандастарым осындай әлемді араласа, осындай қызықты көрсе, ол мүмкін. Шынында ешқандай қиындығы жоқ. Жұмыс істеу керек. Испанияға келдік, Малага деген қалаға. Қазір аралап, сіздерге видео отчет жібереміз. Жыл 12 ай адамдар пляжға түсіп жүреді екен, суға түсіп. Біз енді табиғатымыз ондай емес, бірақ сол табиғаттың өзінің қызығын кейде көрмей жүреміз. Жазда болсын, қыста болсын. Біріне бір ұқсайтын екі үй көре алмайсыз. Қарап отырыңыз. Әр үйдің өзінің архитектурасы бар. Ерекше. Бізде қазір осындай үйлерді ақырындап салып бастадық. Салып аламыз. Қазіргі кезде әрине сондай қатты таңғалыс жоқ, бірақ 90 жылдары келген кезде көз алдыға елестетіп көріңіз, Семей, Павлодар деген сияқты қалаларда екі-ақ ресторан бар. Супермаркет жоқ, дүкенде тамақ қат кезде. Осындай Европаға алғаш шыққан кезде осы жердегі барлық байлықты, мәдениетті көрген кезде қандай жағдайда, бұрын Совет үкіметтен шыққандардың қандай жағдайда болған көз алдыңызға елестететін шығарсыз. Шағын және өте таза қала екен. Қазақстанда дәл осындай қалалар жасай аламыз ба? Осындай мәдениетті, архитектурасы керемет қалаларды менше жасауға болады. Круиздің бір жақсысы, қаншама қала көруге болады. Түнімен жүресің, бассейнге түсіп, ұйықтап, демалып, жұмыс істейтіндер жұмыс істеп, күндіз қалаларға шығып қыдыруға болады. Сондықтан круиз шындығында да өте тиімді екен. Міне мандарин өсіп тұр. Жейсің ба? Испанияға келіп өмір сүруге болады екен, қартайған кезде.
ойлаймын осында келіп аралап бір айдан өмір сүрсе. Круиздің 3-ші күні. Бүгін Атлантика океаны үстінде өтіп бара жатырмыз. Кітапты жазу үстіндемін. Концепциясын өзгертіп, оқырмандарға жеңіл түсіну үшін, бірақ жеңілдеп мүлде тақырыптан ауытып кетпеу үшін басқа тұрдамын. Португалиядан Мадейра деген қаладан сәлем. Тенерифе аралы. Испанияның Морсия деген қаласы. Халықтар мейірбан, тамағы жақсы, күні жылы. Ең керемет сәттердің бірі